Ұстаз сөзімен биіктік, тереңдік ұғымдары тығыз байланысты. Сондықтан мұғалім мұхит тұңғиығындай терең білімді адам болуы тиіс. Тереңдік ұғымының ұстаз сөзіне тән болу сыры да осында жатыр. Мектептің жүрегі, ұстаздарға бағыт-бағдар беруші, бұл директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарлары. Директордың оқу ісі жөнінде орынбасарлардың жауапкершілігі зор, қадірлі қызмет болғандықтан, бұл қызмет иесіне бірқатар талаптар да қойылған. Ендеше қадірлі қызметтің иелеріне басшылық ету үшін мынау сан құбылып кейде алай-түлей бұрқ-сарқ қайнап жататын тіршілікте ақыл мен мінезге қоса үлкен ерлік жігер керек. Осы қасиеттер Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Сатмаханова Ләззат Ораққызының бойынан табылады. Ләззат Ораққызы жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарға да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ер жүрек тұлға. Ұжым мүшелерінің арасында қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің деген қанатты сөзді де үнемі естен шығармайды. Сонымен қатар, жетістік кез келген жанның адал еңбегінің нәтижесі. Хакім Абай айтпақшы, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деген қағиданы ұстанады. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп ұлы Абай атамыз айтқандай, мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беріп жүрген ұлағатты ұстаздарымыз мектептің жүрегі. Мамандықтың анасы деп есептелетін мұғалімдік жұмысы көп қажырлы қайрат пен шыдамдықты, терең білімді қажет етеді. Мектебіміздің оқу ісі жөніндегі орынбасары Ләззат Ораққызы өзінің білімі мен адал еңбегін тек шәкірттерге ғана емес, ұстаздарға да бағыт-бағдар беріп, өз көмегін аямайды. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. Бауыржан